Көптеген адамдар қорқынышты фильм кейіпкерлерін жақсы біледі. Мысал үшін, Джейсон немесе Майкл Майерс. Алайда ең танымал кейіпкер Фредди Крюгер. Мына суретте 3 бала көрсетілген. Суреттің артындағы кім екен? Фредди Крюгерге өте ұқсайтын еркек біз жаққа қорқынышты түрде қарап тұр. Мына суретті кішкене қыз сызған. Сол жағындағы қыздың өзі, оң жағындағы қыздың өзі ойлап тапқан құрбысы Лиза. Қыз бұл суретті ата-анасы үшін сызған. Бұл Лиза, бұл менің құрбым. Менің ата-анам оны көрмейді. Сол себепті оны ойлап табылған құрбы деп есептейді. Лиза жақсы құрбы деп жазған. Лизаны көріп жақсы дос деп айта алмайсыз. Оның көзі, аузы, кеудесі, қолы қанға боялған. Егерде сіздің қызыңыз дәл сондай сурет салса, сіз де таң қалған болар едіңіз. Мына бір сурет өте бір түрлі. Онда біз сауда орталығындағы автоматтан фильмді көріп жатқан қызды көруіміз мүмкін. Оның басы түсініксіз жағдайда артқа егіліп тұр. Біреулер қызды шайтандың әсерінде екенін айтқан. Суреттің шын екені және қандай түрде алынған жөнінде анық ақпарат жоқ. Бұл сурет Сицилиядағы үйлену тойы. Біз барлық қонақтар көрсетілген суретті көрудеміз. Бір көргенде жай ғана сурет. Екі жұп некеден өтіп жатқан кезде олардың артынан бір түрлі киімдегі адамдар тұр. Олардың барлығы қонақтарды және келін күйеуді бақылап тұр. Бұл суретте ерекше түрде тігілген қолғап. Оның материалы қарапайым емес. Ол адам терісінен тігілген. Бұл қолғапты маньяк Эд Грин өз құрбандарының терісінен тіккен. Бұл суретте біз қырылып кеткен қабырғаны көрудеміз. Бұл Освенцим концлагеріндегі қабырға. Бұл бөлме шомылу бөлмесі болған. Және бұл жерге тұтқындарды жуындыру үшін алып кірген. Тұтқындардың киімін шешіп алған. Және душ орнына тұтқындарға баяу әсер ететін у берген. Бұндай жағдайда адамдардың өзін қандай сезінгенін ойлап көрудің өзі қиын. Қырылып кеткен бұл қабырғаны көріп, қандай жауыздық болғанын түсінуі мүмкін. Бұл сурет өзінің дәрменсіздігімен адамды қорқытады. Онда біз қапқанға түсіп қалған екі адамды көреміз. Жер түтігінде өрт шыққан. Олар өзінің дәрменсіздігін түсініп бірнеше минуттан соң өлуін білген. Және бұл жағдайда ештеңе жасай алмаған. Бұл суретті бір көргеннен суретте бірдеңе дұрыс еместігін түсінуі мүмкін. Суреттегі қыз фотографтан қорқуда және ол анық көрсетілген. Суретті сериялық қылмыскер Роберт Бенроуз түсірген. Ол қызды ұрлап кеткен. Қыз 14 жастағы Регина Кейт Уолтерс еді. Қыз қаза тапқан. Алайда қылмыскер қыздың шашын қырқып, суреттегі киімдерді кигізген. Бұл қылмыскер 1989-90 жылдарда 50-ден астам әйелді зорлап және қинап өлтірген деп айыпталған. Алайда оның 3-еуі ғана дәлелденген. Бір көргеннен бұл сурет қорқынышты. Баспалдық алдындағы бала суретке түспекші болып тұр. Алайда суретке анық түспеген. Бұл суреттің қорқынышты жағы түсініксіз оқиғалармен танымал. Үй Амитвиллде түсірілген. Суретті түсіру кезінде үйде балалар болмаған және суреттегі баспалдық алдында ешкім көрінбеген. Жас жігіттердің қарапайым суреті. Алайда олар орманда және айнала тұманмен қапталған. Оның өзі қорқынышты фильмдердің сценарийін еске түсіреді. Егерде жақсылап қарасаңыз, ұзақтан жігіттерді бақылап тұрған біреудің суретін көру мүмкін. Бұл адамда қорқыныш оятады. Бұл суретте нені көрудесіз? Адамдарға ұқсап кететін, алайда мүйізді тіршілік. Бұл не екендігін біз ешқашан біле алмаймыз. Суретті қаза тапқан экспедиция тобының флешкасынан тапқан. Мына бір кадр қорқынышты фильмнен алынған болып көрінеді. Алайда бұл кадр неміс отбасылардың бірінің балалар бөлмесіне орнатқан күзету камерасынан алынған. Сол суреттен соң суреттегі 3 жастағы бала жұмбақ жағдайда қаза тапқан. Көпшілік бұл суретті Япониядағы паранормал шоу кезінде суретке алынғанын айтқан.
Қыздың басы ерекше қайрылғаны және оның бет бейнесі көптеген адамды қорқытып жібереді. Сурет интернет желісінде тарқап кеткеннен соң, оның өтірік екендігі анықталды және шынайы суреті табылды. Достар, видео осымен соңына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып лайк баса кетіңіз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.